Мен білем, что Қазақстанда билік өзгеру үшін мына Алматыда, Астанада дізеден жоғары қан ағу керекші. Басқа билік өзгермейді одан басқа. Кімнің ғана ағу? Жарайды, Ғабит не дейді екен? Ғабит, сіз не дейсіз? Қалай ойлайсыз, Ғабит? Вот сол депутат пен министрлардың қаны ағу керек. Ғабит сөйлемесең шығарып тастаймын, Ол да Ғабит. біреудің бауыры, біреудің әкеші, біреудің несі ғой, туысқаны ғой. Ол неге олай? Қазақ Ондай қой. ұлғарлардың қажеті жоқ. Жоқ, консегансов оларда медет, оларда қазақ емес пе? Әр қазағым жалғызым деген понятие жоқ па не сізде? Менде әр қазағым жалғызым деген понятие жоқ. Менде жоғары жақтағы отырғандар, олар қазақтың жауы. Тарихқа оларды жау қылып жазып кетеміз. Қалай сен оны қазақтарды жау деп айтасың? Жоғары жақта билікте отырма, қазақтың бүткіл байлығын ұрлап отырма, шетелге шығарып. Енді ол мен қалай жалғыз қазақ... Қолынан ұстадың ба солардың біреуін? Армысыңдар, ұрлап жатқан жеріне? Мен деген стамаяқ, бұлардың қолына кісен салып, следствиясыз ақ, сотсыз ақ апарып 25 жылдан қамауға болады бұларды, ату жазасына. Ой, бля, сен Сталинсің ғой таза. Медет, бұларға сондай Медет, бауырым, сен өте дұрыс айтып отырсың. Міне, тағы бір Медет, сен өте мойындамайды. Жоқ, тағы бір жалқау қазақ келді. жалқау қазақ емес. Мен алысқанмын. Мен осындай қанышерлер мені 4 рет осы активист деп қаматып шығарған болатын. Медет, не ғой? Тыңдашы. Қан төгіс керек емес. Бейбіт өтеді. Бейбіт шеру, бейбіт протест халық Қазақстан бойынша қан төгіссіз бейбіт өту керек. Қарусыз. Сол кезде біздер нәтижеге жетеміз. Сол кезде біз жеңеміз. Ал қан төгілсе, онда атуға толықтай қақысы бар. Түсіп отырсың ба? Қасында қазақ халқын тағы да атып тұруға сен сондай құлшынысың сондай ма не? Осын кәдімгідей атқың келіп отыр ма не? Қаншама мирный митинг болды, я. Біреуі қараған жоқ қой халыққа қарай. Бір халық тойлап отырған. Енді санымыз аз болды ғой енді. Жоқ, қолынан іс келетін кәдімгі бүткіл Қазақстанды қолында ұстап отырған адамдардың біреуі халықтың бетіне қараған жоқ қой енді. Халық ашық. Қазіргі уақытта мен айтайын, халықтың жағдайын сендер білмейсіңдер просто. Халықтың жағдайы жақсы. Кеше бля, қойшы бля. Халықтың жағдайы жақсы. Эфир көтерейік, тоқсан тоқташ. Халық қашар, халық кедей тұрады, мен білем ғой халықтың жағдайын. 56 мың теңге пенсия алады нахуй. Бір мүгедек апа. Өте орынды айтып тұрсың, иә. Сонда енді неге? Амат партиясын, мына Атури құрту керек. Бізде жағдай жақсы, құдайға шүкір. Мен 1.200.000 мың теңге зарплата алам Аманат партиясында, нормально. Кімге жоқ сен, иә, мен 1.200.000 алып жатсың ғой, кімге жақсылық жасадың айтшы? Не үшін мен біреуге жақсылық жасауым керек? Жоқ, сен таза еңбегің, таза біліміңмен алып отырсың ба соны? Аркада, сен өлтіріп кетеді деймін халық. Ашық халық. Өлтіре берсін шешең. Байқа, сені өлтірсе ол жақсы, соның кесірі сен бала шағаңа тиіп кетпесін. Көне пышақпен келеді. Жоқ, сендер қарға отсыңдар ма не сонда Медет Нұралы? Жоқ, біз қарғамайды, тар. Медет, кім? Досан, тұра тұршы мен бір сөйлейін. Басташы, не айтып кеттіңдер? Иә. Досан, тұра тұршы бір минут сөйлейін. Иә. Естіп артыл ма? Айта бер. Иә, Аманат партиясы дұрыс қой, иә. Сен енді қазір халықты қолдамай отырсың ғой, бауырым. Аманат партиясы деген білмеймін енді қаяқтан шыққанын да білмейді екенмін. Жаңадан шыққан партия емес па, 20-шы жылдан бастап. Қазір келем. Қандай да ол партия жаңадан шыққан жоқ, Нұр Отан сол Аманат атын өзгертті болды. Иә, солай шығар енді. Енді қарашы, Медеттің айтып отқанда дұрыс қой. Сен енді кішкене көзіңді ашшы, бауырым. Сен халық болмаса қайқа барасың? Халық қазасын бәрін көрсетіп отыр ғой. Мына митингке шыққан кезде сен партияға сеніп шықпайсың ғой, партия не айтады деп. Сен ішіңдегі жүрегіңдегіңді айтасың да, жүрегің не қабылы, не қылып тұр, соны айтасың. Бірақ оны бізде де сіз жүрген бүйтіп топталатын кезіміз болады. Біз ақымақ емеспіз, барып ешкімді тыңдамай былай анда мұнда шапқылай береді. Біз де тыңдаймыз. Көрдің ба? Сондықтан бір-бірімізді тыңдауымыз керек. Неге қаңтарға қырып тастадыңдар айтшы?
кім көрді? Қаңтарда мен де болғам, бауырым, Медет. Қаңтарда мен де болғам. Бірақ қырды ғой. Қырған кезде мен до конца болдым, до конца. Енді оның бәрін айтпаймын қазір, мына жерде бір кім тыңдап отырған қойызды айт қой. Жоқ, енді ол халық жабайы адам сияқты нелер тонады ғой, магазин нелер, сосын жоқ, ол басқа адам ғой, ол вот сендерді байларды тонау керек, бастарына дұрыс емес, бір-бірден шығарып өртеу керек сендерді. Медет өйтіп артық кетпе, бауырым. Олай істеме, олай істесек біз... Тоқта, Медет, сен статьяға сұранып... Медет, қазағымызды айырып кетеміз. Мен статьяларыңды бар ғой, жатқа білетін адаммын, айналайын. Мен негізі юристпін, қаншама жерде мен заңды білем. Сен маған қайдағы статьяны айтып отырсың, мен қазір айтқан сөздің бәріне жауап берем. Айтып отқан сөздерің енді ол былай статьяға не ғой? Статьяға сұранып отырсың ғой деген немене сенде? Қандай не статья ол? Лайк бас ордай шығару. Жару керек деген бәрі статья ғой. Бола берсін. Енді немене өкіметтің басындағылардың басынан сипайтын бір адам жоқ. 405 қой, 405. Қанышерлердің басынан сипаған кімді көрдің? Жоқ, енді оны мына жерде айтып не керек деймін да, бостан босқа. Бұл деген прямой эфир, адамдар всегда өстіп өз ойын жеткізеді. ТикТокты, значит, сөндіру керек скоро интернетті Қазақстанда, потому что әркім келіп осылай. Біз деген мынандай топас сияқты отыра алмаймыз. Сендер халықтың жағдайын біліңдер, содан кейін сөйлеңдер. Мысалға, халықтың жағдайы жақсы дейсің. Алматының ортасында, Золотой квадратта тұратындардың жағдайы жақсы. Астанада тоже самана ортасында тұратындардың жақсы. Қалғанның бәрі қайыршы ғой. Жоқ, Медет, сен соңғы рет той садақаға қашан бардың? Қандай той садақа, не айтып тұрсың? Құдай, сен ресторандар, тойханаларды қарашайшы. Бұрын мысалға тек пятница, суббота, воскресенье болатын еді. Қазір понедельниктен бастап воскресеньеге дейін бос орын жоқ. Тойхана, ресторан, кафе. Сонда сендер сол тойханаға қарап адамның жаңағы жағдайын несін өлшеп отырсыңдар ма? Жоқ, енді каждый тойханаға 200, 100, 300, 500 адам жиналады. Оның бәрі расход қой, мысалға. Оның бәрі ақша. Мына жерде 10 тойхана тұр. Мен біреуін көрген жоқпын істеп тұрған қазір. Енді сен тойханаға барасың, мысалға, ресторанға, той болсын, садақа болсын, тамақ болып тұр, ресторан столда, одан артық не керек енді? Бір айтатындарың тойханаға барасыңдар, тойға барасыңдар. Әйтеуір біреу қуаныш жасаған кейін әйтеуір үйтіп жиналып барады, әйтеуір. Жоқ, сол тоймен садақаға барсаң, стол, дастархан толып тұр, супермаркетте тамақ толып тұр. Білмеймін, қандай жағдай. Жұмыс жасаңдар, істеңдер, алыңдар. Сонда кредитке алып той жасайды да, и соны сендер халықтың жағдайы стол толып тұр деп айтып отырсыңдар ма? Енді ол кредитті біз үшін алмайды ғой, конце концов, өздері үшін алады. Оны неге ренжисіңдер оған? Неге ренжімейміз? Біз не халыққа айтып жатырық па, не той жасаңдар, кредитке садақа жасаңдар деп айттық па? Сен сондай программаны көрдің ба, или сондай указание? Сендер айтуларың керек. Кредиттің процентін азайтып беріңдер, халықтың жағдайы көтерілсін деп, иә? Сендер мына бүткіл ауылда халықты Алматының жан-жағына жинап үлкен гетталар, кедей ауылдарды жасағанша Алматының жанына, иә? Сендер ана жақтағы ауылды жаңағы шаруашылыққа дамытып, кредитті жаңағы 5% беріп халықтың жағдайын көтеруге болады ғой? Соған бас керек емес қой ойлануға. Жоқ, қазақтар жалқау, просто ауылдағы 5-6 сиыр мен 10 шақты қойын сатып жіберді, қалаға келіп өмір сүрем, қалада жұмыс жасайын деп, бәрі қалаға келіп, қаланың үлкен мегаполистер, областной центрдің айналаларына келіп отырып алды да, дача жағалап, квартира жағалап, времянка жағалап жүр, сосын келіп ойбай қымбат деп, бұл дұрыс емес қой. Сонда енді мен айтайын. Сонда ауылда итшелеп өмір сүру керек па, сен өзің ойлашы. Ауылда мал ұстаз. Жоқ, 5-6 сиырмен, 15 қоймен, мен көрген жоқпын, жақсы өмір сүріп жатқан адамдарды. Ауылда сен көрсеңші, малды қалай ұстайды? Қазір жоқ, мал ұстауға шамасы жоқ халықтың. Жоқ, енді қазір қалада ондайда мүмкіндік жоқ қой, әйтеуір қаймағың, сүтің жеген болады. Әйтеуір қалаға келіп бір байдың жұмысшысы болып жүр ғой. Бір байдың жаңағы 50-60 мың айына төлейтін жұмысын істеп, нанын тауып жүр. Жоқ, сол ақшаны ауылдан да істеуге болады ғой, қаймақ, май сатып, сүт сатып, жұмыртқа сатып. Сол қаймақ, май сатқан жаңағы сенің ақшаң, сен көрсеңші бірінші есептеп бәрін. Жоқ, егін ексе де болады, параллель, егін ексе де болады. Оған жер керек, оған қора керек. Сен не айтып тұрсың айналып?
медет мен сендердің позицияларыңды түсінбедім. Біресе былай дейсіңдер, біресе былай дейсіңдер. Вообще қызғанамсыңдар. Былай емес, мен нақты Медет братан, сізге сұрақ қойын едім, бір сұрақ. Медет братан, бір сұрақ. Бір сұрақ қойын деп едім. Айт, родной, айт. Медет братан, енді қазақ қырғыз сияқты қашан шығады? Сұрақ, қашан шығады? Площадьқа мына екі шалды алып тастау үшін жаңа сен айтқан. Мен енді айтайын. Сол сұраққа жауап берші, болды, содан кейін сөйлемеймін. Бұл болатын жағдай. Бұл болғанда енді қатты үлкен болады. Халық біраз кетеді, талайының жаны кетеді, бірақ қалғандары біраз дұрысталады. Мына біздің билікте отырғандардың бәрі қорқақтар. Жоқ, вдруг қантар сияқты проебать етіп алса қалай болады? Бұл кезде 50/50 болады, көресіңдер. Бұл жерде мен деген айдан анық біліп тұрмын ғой, неге орысқа жабысып отыр мыналар, неге Қытайға жабысып отыр, неге десең қазіргі әскер, қазіргі мына сотрудниктер, мына милиция сымақтар жүр ғой, соның бәрі халық жаққа ауып кететінін айдан анық болып тұр қазір, екінші көтеріліс. Енді пока Россия мен Қытай тұрғанда көрші жақсы қарым қатынаста, олардан көмек сұрай алады ғой Қазақстан. Жағдай ақшасы бар, береді керек болса. Көмек сұрауын сұрайды, бірақ көптеген чиновниктің басы кетеді. Осы ол өте көп кетеді уже. Жан сауғалап қашан болады? Медет братан, сол қашан болады сол эпизод? Сіз айтқан эпизод қашан? Жақындады ма? Жоқ, медет сен мына мысалға нені түсінесің ғой, вообще саясаттың енді кішкене шет жағасын түсінетін сияқты. Бірақ мына бірінші бостандықтың орнына нанды таңдаған адам, ол бостандық деп шығады деп ойлайсың ба? Бостандық керек бізге деп. Дұрыс өмір керек деп. Дұрыс өмір керек деп, мысалға халықтың бәрі ойлайды. Мен саған айтайын, халықтың бәрі. Олар бірінші бостандық емес. Бұл жерде өкіметтің түсінігі былай. Қып-қызыл бір режимді орнатсақ, Қазақстанға жаңағы нан таппаған халық басын көтере алмайды деп ойлайды, бірақ олар білмейді. Нан таппаған халық қатты ашынатынын білмей отыр да олар. Артымыздан біздің өте ақылды жастар келе жатыр өсіп. Оларда бой бермейді же өкіметке. Жоқ, ол жастардың бәрі сауатты жастар, нормальный жастардың кімде возможность бәрі сыртқа шетелге кетіп жатыр қазір. Мында құлдар ғой жұмысшы. Иә? Мінез жоқ. Медет братан, олар білімді де, бірақ мінез жоқ. Мінез жоқ болып тұр ғой, қазақтың жігіттерінде қорқып тұр ғой, площадьқа шықпай тұр ғой. Былай бәрі кәдімгі жоғарғы білімді азаматтар бәрі, мықты бәрі оқыған. Бар. Ол мысалға действительно жаңағы көтерілісті көрмеген, действительно саяси өмірге араласпағандар сөйтіп ойлайды, халық қорқып қалды деп. Жоқ, облыста біздің жігіттер жұмыс істеп жатыр, Құдайға шүкір қазір. Оның бәріне үлкен білмеймін ғой. Тоқаевтың милициясымен аманатты көріп болса, бұтына сиып қояды ғой қазақтың жігіттері. Бұтына сиып қояды сөйле. Үйіп қашып кетеді ғой. Қайда не қылып қалды? Кім? Ондай емес. Қошешеді болды ғой. Қазақтың жігіттерін бар ғой. Сен кім сөйлеп отқан мұртты жігіт? Бауырым, өйтіп қазақты бүйтіп жерге ұрмайық қой, бауырым. Біз отырмыз ғой. Мен тыңдап отырмыз, жай тыңдап отырмыз. Медеттің айтып отқаны дұрыс қой. Негізі бір-бірімізді, көрдің ба, бір-бірімізді аяқтан шалып атсыңдар да, кім? Алама кім? Бір-бірімізді аяқтан шалып атырмын. Жігіт, бауырым, сен өйтпе. Одан да медетті қолда. Медет дұрыс әңгіме айтып жатыр. Дұрыс әңгіме айтқан кезде ол орынды қылып айтса, мына билік негізі сендерге не берді білмеймін, түсінбеймін. Мен өз ойымды айтайын, кішкене қылып айтайын. Өз ойым не берді? Не беріп жатыр қазір? Медет деген кім? Медет Арыстан деген емес па? Жоқ, Нұрал тоқта, біздерге аманат 1.200.000 айлық төлейді. Нормальный жағдай, шүкір. Сен 1.200.000 айлығыңда бар ғой, бауырым, өзіңе сақтай бер. Миллион аманат партиясы, мен қазақтың болашағын ойлаймын. Сен аманат партиясы қашан келеді? Мен қашанғы бүйтіп, мен тиктокта отырам. Мен өмірім жете ма, жетпей ме, бала-шағамның бір жақсы өмірін көрем ба, мына бүйтіп. Сен арақ ішіп келдің ба эфирге, Нұралы? Жоқ, кіргенім жоқ. Ондай нем жоқ. Ондай ішпеймін де жемеймін. Просто ішімде күйіп отырмын да, бағана қанша берден шығып беріліп отыр. Мысалға
2030-ға дейін әлі 5 жыл кішкене неге шыдамайсыңдар? Ойбай, тағы 5 жыл шыдайсың ба, бауырым, қойсайшы. Енді сол уақытта Тоқаевтың сұрағы бітеді ғой, тағы сайлау ұйымдастырамыз ғой біздер. Сосын өзінің орнына жаңағы бір Далбаевты қояды да, сосын дальше болшы қазақ мал бол дейсің ғой, Енді оны көреміз ғой, енді ол бізге байланысты. Несін көресің ол, несін көресің? Көретін уақыт жоқ қой бізде, көретін уақыт жоқ қой, бауырым-ау. Біз қашан көреміз? Болдық қой енді, сен. Сендер, жоқ, 34 жыл шыдадыңдар ғой, енді аржағында бір 5 жыл не шыдамайсыңдар ма не? Құл болуға дейсің ғой, мал болуға шыдасыңдар кішкене. Дұрыс емес қой, бауырым, айтып отқаның. Нұралы, братан, сен сияқты қазақтар үштушный тек қана, үштушный түсініп отырсың ба? Сен бақырып отырсың ғой, үштушный. Азбыз, өте. Бауырлар, қалайсыздар? Жоқ, үштушный емес, бар жігіттер. Жетеді. Айтады да, айта біледі де. Айты, ол тиктокта қыртылдат, ана пар шығарған, оны сендер батыр намыс санамаңдар, қоя қойыңдар. Қазір осы жерде айтылады, осы жерде қалатын әңгіме ғой, ол это не вариант. Сен қаңтарда қайда болдың, айтшы бауырым. Жоқ, сендер оны тиктокқа шығып, мен қатты айттым деп, оны ерлік қылып санамаңдар, серьезно, ол қате пікір. Жоқ, ол ерлік емес, мәселе ерлік емес. Біз бір қазақтың несін орындасақ дейміз да, Қазақтың Нұралы братан, медет братан. Енді біз айтып тұрық қой, енді 5 жыл шыдасаңдар нормально болады шығар, может сайлаудан кейін тағы өзгеріс болады. Атасының басы нормально болады, атасының басы. 30 жыл, енді 5 жылда нормально болады деген сенің бар ғой. Мен 50-ден асып кетем. Сен 30 жасын асып кетем. Сондай осы әңгімені сен айта алмайсың ол кезде. Сен торымыз боласың да өзде. Мал бар. Сен өзде балаңды көрсет. Балаңа не айтарыңды білмей қаласың. Бауырым. Түсінесің ба сен бірдеңені? Аманат отыр ғой, аманат сөйлеп. Нұралы, сен тыңда. Мысалы мен 1.200.000, ол уақытта может 1,5 миллион, 2 миллион айлық алам шығар, Мен баламды шетелге оқытам, жақсы білім берем. Ол көздер ашық болады, олар маған қарсы келмейді ғой. Сен неге өз еліңде оқытпасқа? Сен өз еліңде неге дұрыс? Ассалаумалейкум, Жандарбек, қош келдің. Уалейкум. Білмеймін, мына елде просто ұнамайды да, ол ертең жүреді да, дұрыс образование жоқ, дұрыс медицина. Мен аманатты айтам да, аманат партиясының адамымын дейді ғой. Бұл жігіттің молодец. Енді біз қайрап отырған ол дұрыс. Бірақ енді өзі солай болып отыр ғой, бірақ деген шетелде оқытамын деп отыр ғой. Шетелде оқыған дұрыс емес та ол. Жоқ, шетелде оқыған бала бола ма саған? Неге? Мейірімі жоқ, бір албасты болып шығады ғой, ол айдан жоқ, болашақты бітірген, мына қазір үлкен, жоқ, сен тыңда, медет, үлкен мына компаниялар бар, қазір мына Google, Amazon, неше түрлі, Facebook мысалға, соларда жұмыс жасап жатқан қазақтар бар, мысалы, нені болашақты бітірген. Иә, о жақта істеп жатқан қазақтар өте көп, Америкада Кремний жазығында істеп жатқан қазақтар өте көп. Бірақ деген, сол қазақтардан саған не пайда? Қосшы ана кімді, баға келді танкіні қосыңдаршы. Сұрап Баға қосылып тұр ғой, эфирде. Бағаны қосшы, баға айтады ол қазір. Баға айтады. Аманат партиясы аман болсын, не жетіспейді сіздерге? Мемлекетімізде апәдемі бәріміз. Не жетіспейді, айтыңдаршы. Керемет қой. 34 жыл шыдадық, тағы 5 жыл шыдайық, ё-моё, блядь, бәрі бір братан, мен қой, сен ондайды қой. Сен 5 жыл саған керек шығар. Саған керек шығар, маған керек емес 5 жыл. Саған керек шығар 5 жыл. Жоқ, Нұралы, сен тыңда, Нұралы, сен просто богатанг деген мына біздіге аманат партиясына қосылып, 1,5 миллион айлыққа отырайын деп жатыр, сосын уже біздің партияны қолдап тұр. Жоқ, отыра емес, онда өзін сатқаны, ол өзін сатқан баға бетінде айтам. Нұралы, сен бетім айтамайсың, тоқтайды Нұралы. Нұралы, наңғаш, 34 жыл шыдадық қой, енді 5 жыл неге шыдамасқа айтшы? Кетті қой, сен шыда, баға. Баға, сен танксың ғой, сен шыдайсың. Мен шыдамаймын, нахуй. Надо будет бар ғой, мен шыдамаймын. Неге шыдамайсың, айтшы? Неге шыдамайсың, айтшы? Нұралы, тоқта, сен шыдама, сенің мнениең қажет емес, сенен сұрамаймыз да.
Аманат мырза, сұрамай ақ қойма. Аманат Жоқ, қазақтың міненесі, қазақтың айтқан әңгімесі, өз жанашыры қазағыңның міненесі саған поқи болса, сен қайыққа барасың? Қайыққа барасың? Бүкіл мен қазір артымда қанша қазақ отыр, білмеймін ғой. Бірақ сен мені қолдайтын жігіттер бар шығар. сен артында қазақ жоқ. Сен жалғызсың. Маңырап жүрген жалғыз адамсың сен. Аманат партиясы аман болсын. Тағы 5 жыл шыдаймыз, Аманат. Рахмет сізге. Бағаны кішкене көтеріңізші. Біздің халқымыз бұны көтереді. бауырлар, қуанышты хабар айтайын ба? Болашағыңызға. Ал. Қуанышты бір хабар айтайын ба? Рұқсат болса. Айт. Ана Қасым-Жомарт Тоқаев Кемелұлы несі тауыпты ғой. Ана Аманат мырза хабарын білетін болар. Ахуалым. Не істеген? Тағы да 7 жылға отырады, ол кісіні отырғызамыз, сол атамызды отырғызамыз, Тоқаев атамыз. Тезірек жазылып кетсе деп дұға жасап жіберіңдерші. Тезірек жазылып кетсе. Жоқ, ол инсульт алғанмен бар ғой. Мысалға ана бір Африкада бір мемлекеттер бар. Даже ана конституцияны өзгертіп, жаңағы ертең өлгеннен кейін оның рухы сайлауға қатысады деген. Сондай заңды шығарады, ол проблема емес, сендер оған қам жемеңдер. Оған бастарында ауыртпай ақ қойыңдар. Тоқаев өлсе де Тоқаевтың рухы қатыса алады сайлауға. Сондай конституцияны керек болса өзгертеміз. Қазір енді тыңдаңдар жігіттер, сендер вообще басқа бір қуып әңгіме айтып кеттіңдер. Бұл болмайтын әңгіме. Негізі былай шындығын айтқан кезде мына біздер қазақтар 30 жылдан 35 жылға кетті мынау деген бар ғой, иә. Арабтың шейхтары келіп біздің аяғымыз жуатын жағдайда отыратын едік біз қазір. Ұры қары биліктің арқасында біз кредиттен бас көтере алмай отырмыз. Шынын айтайын. Кредит алма, төлей алмайды болса. Біз қазір былай айтқан кезде таза құл болып отырмыз. Үкіметтің басында отырған бір 500-600 адамға. Шындығын айтқан кезде. Енді ол бірінші жерге өтірік намыстанып жатыр ғой просто біреулер. Бұл өтірік емес, шын намыстанып жатыр. Мүмкін сен құл шығарсың. Бақ, Аманат партиясымен біз құл емеспіз. Аманат партиясы біз алға шығарады. Аманат партиясы ол нағыз не ғой, ол туфли жалағыш байқұстар ғой. Мен ол Оттапсың ба? Кім? депутаттарды бишара деймін. Жоқ, қараш, бауырым, оттапты. Аманат партиясы бір жерге апарат деген нәрсеге мен сенбеймін, бауырлар. Аманат тоқташ, осы уақытқа дейін соғыссыз тыныш басқарып келдік қой сендерге. Той садақаларын жасап атамыздың арқасында ол. Назарбаев кім айтты? Назарбаевты ордында қол қойдың. Назарбаевың сенің сонда, кіммен сөйлесіп отырмын мен? Сендер кімсіңдер нахуй? Нұралы айтпа Назарбаев туралы. Сен кім? Нұралы сен бірінші елбасыға да тіл тигізбейді, болмайды ол. Көкем, бауырым саған не істеді? Не қызмет жасады? Не сенің не жасады мына ұрпағыңа? Қазаққа не жасады? Нұралы тоқта, сен үстіңе бомба түсіп атқан жоқ, соғыс жоқ, не дейсің енді одан артық? Тыныш өмір сүріп жатсың. Сіктімде қойған, одан да бомба түсі көрген маған бомба түсі көрген. Мен қолыма қару алып, шешең соқсын көрген. Надо будет қаңтарда болған жоқ. Мен соғысым керек еді одан да. Басы тыныш, біздің Қазақстанда соғыс жоқ деген әңгімені Надир, ассалаумалейкум. сенің Қазақстаныңа кім қазір шабуыл жасайын деп тұрған жоқ. Сенің өзің ішің ірің болып жатқан кезде сен басқа нәрсені айтпай қойыңдар бұл жерде ше. Нұралы сен ашуланба, сен что-то қалшыда отырсың. Ашуланбашы. Жаңағы Жігіттер, ассалаумалейкум. Чабандар бар ғой, кәдімгі қойшылар. Бір сөз айтсам басында отыр. Соны түсініңдер. Тоқтат. Шымкенттің жігітіне бір сөз берейік. Айта ғой. Жігіттер, біріншіден үлкен ассалаумалейкум бәріңізге. Жасасын Қазақстан біріншіден. Арадан бері тыңдап отырмын да, бәрін әңгімелерінде Нұралыны айтам да, Нұралы,
Сен жақсы жігітсің, көп нәрсені дұрыс айтып білем. Сен Қазақстанды қатты ойлап жатырсың, былай көтерілсін дейсің, былай бәрі жақсы болсын дейсің да. Біреу айтады, 1 миллион аламын, шетелге оқытырамын дейді. Біреу кредит алдым дейді, анау мынау. Енді бар ғой, Қазақстанда Құдайға шүкір Назарбаевты айтып, мен жақтасып жатқан жоқпын да, Назарбаевты айтып жатсың да, Назарбаев қандай болмаса да үлкен Астананы, столицаны қойды. Дұрыс, өзіміздің адам көрдің бе? Надир молодец. Қойды деп айтпаңдар үйтіп. Сендер тоқта, Надир біздің адам бөлмеңдер сөзді. Раствор үйлеп кірпішті жалғыз өзі қалағандай болдың ғой сен Назарбаев. Айтайын да жігіттер. Ол жерде білесің, сол Астана құрылған кезде қаншама адам жылап еңіреді. Медет, тұра тұр, тыңдайық та қанса. Жігіттер, бір-бірімізді тыңдамасақ бар ғой, бұл жерде ешқандай әңгіме болмайды. Соны айтқан кезде мен бөлмеймін сөзді, тыңдаймын. Енді Тоқаевты айтайын, Тоқаевты. Енді осындай заман келгенде бәр жерде мемлекеттерде үлкен адамдар өліп жатыр, соғыс кетіп жатыр, көріп жатсыңдар, дұрыс па? Енді қараңдар, Құдайға мың шүкір бар ғой, біздің Қазақстан тыныш, өздерің көріп жатсыңдар. Россия біз жаққа секіріп жатыр, ар жақтан, границалардан көріп жатсыңдар, не болып жатыр. Қазақстан жеріне көз тіккен, былай тиісіп жатыр, анау мына. Соның өзін Тоқаев қандай болмаса тілін табып, үйтіп тірлік дегенде адамдарын сақтап тұр да, например, солдат керек, армияға тартып жатыр, армиясын күшті қылып жатыр, бәр техника, бәр алып жүр жинаған, істеген, не істесін? Оны да түсіру болады. Мемлекеттік управлять ету үшін бар ғой, оны үлкен бас керек, қандай болмаса да управлять етіп тұр. Адамдар осындай бар ғой, көтеріле берсе бар ғой, осындай тиктокта бар ғой, анандай, адамдар бар ғой, қазақтар кейін көресіңдер, олар бастайды бір-бірімен ұрыс, гражданский война кетейін деп тұр да, уже. Құдай сақтасын, онда соғыс керек емес. Ондайға Құдай сақтасын, ондайға кетпейік, бірлік болса тірлік болады дейді. Дұрыс қой, кім айтуын дұрыс бар, бірақ чорт болғаннан, күн болғаннан кейін жаңағы мал болғаннан бар ғой, одан да өлгеніміз артық емес па? Мен де шаршағанмын. Біз өлгеніміз артық емес па? Өлгеніміз артық емес па? Жоқ, келістік қой. 30 жыл, тағы да 5 жыл күтсеңдер, сонда не болдыңдар? Қазақтар, не болдыңдар? Қойыңдар, 30 жыл күттік. Мен баяғы 30 жылда бар ғой, бауырларым, тыңдаңдаршы, мен сабырмен сөйлеймін. 30 жылда бар ғой, 30 жылда мен сол кезде жас жігіт едім. 30 жылда конкретно болады Қазақстанда. Ту, нахуй, еп, поймай. Мен қазір тағы 5 жыл күтуім керек. Сонда мен қаққа барам. Мен қарабасымды ойласам, мен тыңдаңдар до конца, мен қарабасымды ойласам, сіктіңде ол қойдым қарабасымды. Мен қазір өлуге дайынмын. Мен бала шағамды ойлаймын. Бауырларымды ойлаймын, олардың бала шағасын ойлаймын. Жігіттер, ойлансаңдаршы, бір кішкене миларымды қоссаңдар, еп, твою мать, сендерді пиздец бүйтіп таптап үйіне келмейінше сендер оянбайсыңдар. Не қоя оянбайсыңдар? Боғауыз айтпаңдар, қой. Болды, сенің уақытың бітті. Енді маған сөз бер. Мен енді жаңағы Шымкентский жігіттерге жауап берейінші. Медет, бір минутқа маған уақыт беріңізші, 1 минутта болмайды, айтайын. Давайте айтыңыз. 1 минут. Маған деп айтады, жігіттер мына Аманат партиясының суретін қойып сен білгілі ғой кім екеніңді. Мына қазақтың жігіттерінің жынын немене келтіріп отырсың осы сен? Соны айтшы маған. Каждыйын нерві. Так-то, блядь, жоқ, жігіттер, Аманат партиясы негізі аман болсын. Баға, қойшы. Нұрал, сен сөйлеген кезде біз бөлген жоқпыз ғой, Нұрал. Наңғаш, Аманат партиясы, например, осы 5 жылдың ішінде шыны, 5 жылдың ішінде не істемеді, короче, көздерін соқ емес. Қаям істеді ма? Не істеді? Нұрал, сөзін білмеш, мен сені сөйлеген кезде бөлген жоқпын. Аманат партиясы, например, шыны, қазақ өз жерін не қыламай жатыр, соны сатып жатыр. Енді қазақ істемеген нәрсені сатқаннан кейін қалай оны қолдамайсың? Дұрыс, сатсын, жерімізді сатсын, елімізді сатсын. Ол енді қазақ істемей жатқан нәрсені нақты айтпасқа, сатсын.
Аманат партиясына көп рахмет. Мына қазір ана шетелде соғыс болып жатыр, жан-жағымызда бағаны көтерсін, ол да дұрыс. Деген сен баға көтермесе қалай ол қазақ нағыз? Баға сен дұрыс айтып отыр ғой, негізі бар ғой, бірақ Ал енді 200-ді болып отыр. Баға сен